11. Фалес теоремасы. Пропорционал кесінділер. Теорема. Егер бұрыштың қабырғаларын қиятын параллель түзулер оның бір қабырғасында тең кесінділер қиса, онда олар екінші қабырғасында да тең кесінділер қияды. Сызбасын қарастырайық. О бұрышы берілсін. Мұндағы параллель түзулер А1, Б1, А2, Б2, А3, Б3. Сонда теорема бойынша келесі теңдікті аламыз. ОА1-дің ОБ1-ге қатынасы, А1 А2-ның Б1 Б2-ге қатынасы, А2 А3-дің Б2 Б3-ге қатынастары өзара тең. Бірінші мысал. Осындай есеп кездесін сызба түрінде. А түзуі Б түзуіне параллель. Фалес теоремасы бойынша біз келесі теңдікті аламыз. Х-ның 4-ке қатынасы тең болады 9-ның х-ке қатынасы. Осы теңдікті шешейік. Пропорция бойынша х көбейту х тең болады 4 көбейту 9. Немесе х квадрат тең 36, х тең 6 сантиметр. Жауабы 6 сантиметр.